Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай сүзбелі пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Бұл пирог бір жасағаннан шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, қантты, тұзды салып, жақсылап миксермен араластырып аламын. Енді сары майымызды саламыз. Сары майымыз алдын ала бөлме температурасында тұрғаны дұрыс. Осының бәрін салып, жақсылап миксермен аппақ болғанша араластырып аламын. Массамыз осылай болып шығу керек. Енді қопсытқышты ұнға қосып алып, бөліп салып, өте жұмсақ қамыр илеймін. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны салафанға салып, тоңазытқышқа бір жарты сағатқа қойып қоямын. Салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін сүзбе, қант, жұмыртқа, ванильді қант және ұнтақ жармасын салып, осының барлығын блендермен бір келкі етіп араластырып аламын. Салмамыз осындай бір келкі түйіршіксіз болып шығу керек. Енді қамырымызды формамызға бір келкі етіп жайып шығамын. Дайын болған қамырдың үстіне салмамызды құйып, бір келкі етіп қозғап шығамыз. Астындағы ауалары шығу керек. Пирогтың бетіне қалаған жемістеріңізді салсаңыздар болады. Бұл жерде менде мұздатылған шие, сүйегі алынған. Осылай бір келкі етіп түгелімен салып шығамын. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбелі пирогымыз дайын болды. Ол өте нәзік, дәмді, хош иісті болып шығады. Бұндай пирогты кешкі шайға дайындап, отбасыларыңызды, қонақтарыңызды қуантсаңыздар болады. Кесіп көрсетейін. Бұл пирогтың қамыры да, сүзбесі де құп-құрғақ болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Отбасыларыңыз аман, астарыңыз дәмді болсын.